Елбасының кітапханасында президенттік институт Қазақстан Республикасындағы мемлекеттіліктің негізі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарының өкілдері, әлеуметтік саяси қарым-қатынастар саласындағы сарапшылар, Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің мүшелері, парламенттің депутаттары қатысты. Дөңгелек үстел барысында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының профессоры Зинаида Федотова еліміздегі президенттік институттың қалыптасуы, тәуелсіз Қазақстанды дамытудың күрделі және жауапты кезеңдері туралы сөз қозғады. Қазақстанның тұңғыш сыртқы істер министрі Төлеутай Сүлейменов президенттік институттың арқасында дипломатиялық жетістіктерге қол жеткізілгенін ерекше атап өтті. Дөңгелек үстелде конституциялық өзгерістер аясында Қазақстан Республикасының саяси жүйесін жаңғырту барысы кеңінен талқыға салынды. Дөңгелек үстелге қатысушылар президенттік институттың қалыптасуы, оның Қазақстандағы мемлекеттілікті құрудағы, этносаралық және дінаралық келісімді нығайтудағы, қоғамды біріктірудегі, жаһандық, аймақтық және ұлттық деңгейде қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етудегі рөлі мен маңыздылығын талқылады. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша қарар қабылданды. Баяндамалар негізінде материалдар жинағы жарық көреді.